Қазақ тарихында көне қалалар мен тарихи орындар жетерлік. Олардың көпшілігі Ұлы Жібек жолы бойында маңызды қызметтер атқарып, орта ғасыр тұсында мәртебелі қала статусына көтерілді. Ендеше таныс болыңыздар, еліміздегі ең көне қалалардың тізімін назарларыңызға ұсынамыз. Тарихы терең қалалардың көшін Тараз қаласы бастайды. Орта ғасырлардан бері Тараз деген атаумен әйгілі қалаға ең бірінші келгендер Ферғана алқабының өзбектері болған. 1997 жылдан бастап тарихи атауы қалаға қайтарылды. Көне Тараз шаһары Ұлы Жібек жолының бойындағы айрықша орны бар қалалардың бірі. Қарахан мемлекеті тұсында гүлденіп, мәртебелі қала статусына көтерілді. Кеңес одағы кезінде Жамбыл облысының орталығы болып, Қазақстан тәуелсіздігін алған соң Жамбыл облысының әкімшілік орталығына айналды. Түркістан 1500 жылдан астам тарихы бар. Қазақ хандығының астанасы болған, Шартарапқа кеткен керуен жолдарының тоғысқан жері. Ұлы Жібек жолының орталығына айналған Түркістан облысы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әрбір халық, әрбір тәуелсіз мемлекет өзінің рухани орталығын нақтылап алу керек. Қазақстанның рухани орталығы Түркістан деген болатын. Қазақтың рухани ордасына айналған Түркістан облысы. Шығысында тарихи қала Отырар, батысы Жаңақорған ауданы мен солтүстігінде Созақ, Кентау қаласымен шектеліп жатқан киелі жер. Түркістан облысы Қазақстанның тарихи туризмнің таптырмас ортасы. Әсіресе туризм кластерінің басым бағыты көлік инфрақұрылымы қолайлы жолға қойылған. Түркістанның іргетасы 5-6 ғасырларда қаланған. Құлан орта ғасырларда шағын қаланың орны. Жамбыл облысында Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылы. Құлан туралы алғашқы тарихи деректер 7 ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар Ибн Хурдатбек Құдам қолжазбаларында Құлан Тараз қаласының шығысына таман Ұлы Жібек жолында қала деп көрсетіледі. Әл-Мақдиси Құланды 10 ғасырда бұлай сипаттады. Күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қамал. Бұл үлкен Тараз жолының бойында орналасқан бекіністі қала. 1963-1965 жылдары Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының археологиялық экспедициясы зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданында Құлан ауылы маңындағы төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны деген қорытындыға келді. Отырар Қазақстанның орта ғасырлардағы әйгілі қалаларының бірі. Қаланың қалдығы Отырар төбе деген атпен белгілі. Қазіргі оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір елді мекенінің жанында орналасқан. Қала туралы көптеген саяхатшылардың жазба деректерінде айтылады. Отырар қаласы 8 ғасырда Тарбант деген атаумен белгілі бола бастады. 9 ғасырда қала мәртебесіне көтерілді. Отырар қаласы құрылған кезінен бастап аса ірі кітапхана мен мәдени ошақтарға бай болды. Алматы 1000 жыл. Археологиялық зерттеулер 7-9 ғасырларда қазіргі Алматы қаласының территориясында бірнеше елді мекендердің болған. Олардың 9-10 ғасырларда қалашықтарға айналғандығын көрсетеді. Ең ірісі бұрынғы шекара училищесіне жақын қаланың оңтүстігін бөлігінде орналасқан. Ол жерден қыштан жасалған ыдыс-аяқ, қола және темірден жасалған бұйымдар табылды. 1980 жылы археолог Карл Байбах орта ғасырлық ұстахана орнындағы қазба жұмыстары кезінде крицилерді, темір дайындамаларын, балталар жиынтығы және орта ғасырлық домна пешін табады.